Сәлем достар, ораза қабыл болсын. Алдымызда Наурыз келе жатыр. Бүгін мен жүгері көжені қалай жасайтынымды көрсететін боламын. Бүгін ақ пен сары жүгеріні араластырып, осылай өте күшті қылып, дәмді қылып көже жасадым. Олай болса, алдымен бір кесе сары жүгеріні және бір кесе ақ жүгеріні салып, ыдысымызға жақсылап жуып тазалап аламыз. Бетінде осындай қалғып жүрген қалдықтарын алып тастаймыз. Осылай тап-таза етіп жуып алдық. Енді каструлямызға салып дайындап аламыз. Маған 2 кесе жеткілікті, өйткені бөгіп көп болып кетеді. Енді каструлямыздың үстіне мұздай су құямыз толтырып. Одан кейін газдың астын жағып қайнатамыз. Бетіне мінекей осылай көбіктері жиналады, оның барлығын сүзгімен алып тастаймыз. Одан кейін тұзын саламыз, дәмін көреміз. Одан соң 10 минутқа бұрқылдатып қайнатамыз. Одан кейін газдың астын өшіріп, каструлямыздың қақпағын жауып, бір түнге қалдырамыз. Сол кезде біздің жүгеріміз томпайып бөгіп, көбейеді және жұмсарады. Мінекей осылай қайнатып, бір түнге қалдырамыз. Азанда тұрған кезде осылай тұрады біздің жүгеріміз. Одан кейін газдың астын жағамыз да, үстіне су аз болса суын құйып, 1 сағатқа тағы да жұмсартып пісіріп аламыз. Мінекей осылайша жүгері көжеміз дайын болды. Өте дәмі керемет болып шықты. Тұзы кем болса салып жібересіздер. Осылайша жүгеріні дайындадым. Айранды мен каструляға салып араластырмадым. Осылай ыдысқа бөлек-бөлек дәміне қарай араластырамыз. Көп айран қоспаймын, осылай араластырып ішетін боламыз. Келе жатқан Наурызымыз құтты болсын, оразамыз қабыл болсын. Осылайша жүгері көжені жасап ішсеңіздер болады. Өте жұмсақ, керемет болып шығады. Алдағы уақытта тағы араласқан Наурыз көженің рецептін көрсететін боламын. Менің каналыма жазылмаған болсаңыз, жазылып алыңыз. Сонымен қатар каналымда тек дәмді рецепттер емес, емдік рецепттер және түрлі лайфхактармен бөлістім. Каналымда видеоларды қарасаңыз болады. Сау болыңыздар, ас болсын.